екі әйелге мен өзім қарсы адаммын, жеке ұстанымым. Иә. Бірақ онда мен жеке ұстанымым ғой. Бірақ заңды құқықтық тұрғыдан келетін болсақ, заңда мынадай бір ұғым бар, барлық заңгерлер оны біледі, де юре, де факто деген. Иә. Де юре бізде екі әйел алуға тыйым салынған, оны бәріміз білеміз. Ол заңда тұр, заңсыз деп саналады, тыйым бар, жауапкершілік жоқ әрине, бірақ тыйым бар. Де факто енді біз тіпті чиновник емес, кез келген жағдай бар азаматтың екінші, үшінші, төртінші әйелдер бар екендігін білеміз. Дін жолында жүрген азаматтардың басым бөлігі осыны қолдайтындығын, жаңа пайғамбардың сүннеті ретінде қабылдайтындығын да білеміз. Хотя пайғамбардың жағдайында ол еріккеннен болған дүние емес еді негізінде. Жағдайдың жақсы болғандығына, ол керісінше сол жорық жағдайында, ылғи атыс шабыс жағдайында отбасын асырайтын ер азаматтарсыз қалған былайша айтқанда жесірлерді асырау үшін жасалған амал еді негізгі түп мағынасы. Қазіргінікі көбінікі былайша айтқанда енді белгілі бір сөзбен айтатын болса құтырғандықтың белгісі. Байқайсыз ба, кілең жастарды алады. Ешкім жаңағыдай бір ағасынан қалған жеңгесін жаңа әменгерлікпен алып жатқан жоқ. Болмаса жаңағыдай бір жесір қалған әйелге, қазақтың бір әйелі ғой, бұл отбасы асыраусыз қалмасыншы деп бір жанашырлықпен алып жатқан жоқ. Жас қыздарды алады. Сол себепті де мен осы құбылыс ретінде бұған жаным мен тәніммен қарсымын. Бірақ мен қарсы болды екен деп, сіз қарсы болды екен деп, заңда тыйым бар екен деп тоқтап жатқан адам жоқ. Сондықтан бұны заңдастыру керек деп есептеймін біз басым. Сіз тоқалдықты заңдастыру қажет деп есептейсіз? Заңмен реттеу қажет.